Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Елмай командасы айып соқсын орнады, және гол. Оралхан Салақ бірден қақпаға соққы бағыттады және кездесудің есебін ашты. Команда капитаны есеп 0-1. Құрметті аншлаг емес. Біз оның себебін айттық. Енді Қызылордада бүгін қала күні және есеп 0-2. Дмитрий Двирный есепті 0-2-ге жеткізді. Міне қызы, қадірменді ағайын. Дмитрий Двирный қарсыласын қақпасын дәл бағыттады. Және Дмитрий енді өзінің жеке бір Әділет Хамитов доппен өзі біраз жерде шарлап қайтты. Бауыржан Исмаилов, Нұрлан Мараф және есеп қазір 0-3. Нұрлан Омаров Қызылордалық команда қақпасына 3-ші голды соғуда. 6-ші номерлі ойын 0-3. Елмай жаңа шабуылға шықты. Әлібек Жәрдемов және 4-0 Әділет Хамитов. Есеп 0-4 болды. Қадірменді көрермен. Елмай Елмайдың текпенің бәрі кіріп атыр. 8-ші номердегі Әділет Хамитов та өз еншісіне гол жазды. Міне Әлібек Жәрдемовтың жанкешті әрекетін айта кету керек мұнда. Ал міне гол ақыра гол соғылды. Қызылорда 53 секунд қалғанда 70-ші номерлі Нұрсұлтан Абду есепті өзгертті. Сан басындығын алаңдағы ойыншылар 92-ші номерді Жандосбек Нәбиев, 7-ші Нұржан Серік, 17-ші Шерхан Саудабек, 70-ші Нұрсұлтан Әбду, 8-ші және қазір есеп 1-5 болды. Әділет Хамитов дубль авторы атанып отыр. 8-ші номермен өнер көрсететін ойыншы. Қызылордалықтардың қақпасына 5-ші голды тоғытты. Алыстан бағытталған соққы өз нәтижесін берді. Қазір Бауыржан Ильяс 10-ші номерлі ойыншы қалай қақырата тепті қазір. Мірдің оғындай болған соққы. Тіпті Мұхамадия Ахмадиев ұшу бағытын аңғармағанда. Сыңайлы есеп 2-5. Қадірменді ағайын.
Есеп 2-5. Қызылордалықтар енді одан әрмен. Және бірден гол кіріп кетті қазір. Елімай командасы 6-шы голды соқты. Әлібек Жәрдемов болуға тиіс 11-ші номерлі ойыншының құттықтаулы барлығы. Өтті. Тартысы өте нәтижелі ойын болған. Есеп 2-7. 2-7. Мұнда енді қазір қалай ойлайсыздар? Бұл Елімай ойыншысына жазылды. Қазір тағы да бос қақпаға 8-ші гол. 8-ші гол кірді. Мұнда гол авторы кім болды екен? Біз анығын айту керек, біз динамикада аңғармай қалдық. Қайталау сәті берілсе қазір. Көре жатыр. Дмитрий Дверный екен. Болды. 9-шы нөмірлі ойыншы. Хет-трик емес, дубль автор атанып отыр. Әділет Сұлтанбек бағыттаған доп Мұхамади Ахмадиев. Жағдайды бағамдап тұр Ахмадиев. Гол емес бұл енді. Соққа бағытталғаннан. Білінді. Бірінші таймның есебі 4-1 болған еді. Екінші таймда 4-1 деп айтайын деп жатқанбыз. Ол ойынымыздан Жандосбек Нәбиев айнытты. Есеп айырмасы қысқарды. Үште 8 команда капитаны 92-ші номерлі Жандосбек. Және қазір гол ма? Гол 4-8. Есеп айырмасы тағы да қысқарды. Тағы да Жандосбек Нәбиев. Құрметті көрермен, қазір тайм-ауттан кейін бірден 9-шы гол қақпаға еніп жатыр. Қазір қайталауын көрейікші. Онда гол соққан.